Кайрылы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен біз джент дайындайтын боламыз. Осы рецепттермен дайындайтын болсаңыз өте керемет болып шығады. Жасау жолы өте оңай. Ең алдымен бірінші жолын көрсетейін. Бірінші талқанға қантты салып, майды салып, жақсылап біріккенше араластырып алатын боламыз. Қасықпен немесе қолмен араластырсаңыз тіптен жақсы. Барлығы жақсы бірігетін болады. Осылай жақсылап араластырып болғаннан соң өзімізге керекті ыдысты алып, нығыздап сол ыдысқа осылай салып алатын боламыз. Егер де бұдан көп мөлшерде жасайтын болсаңыз, граммдарын кішкене қоссаңыз болады. Осылай салып болғаннан соң тоңазытқышқа жарты сағат шамасында қоямыз. Ал енді екінші түрі, бұл жерде талқанға езілген печеньені салып жатырмын. Одан соң сары майды және де сгущенное молоко 3 ас қасық саламын. Негізі жетеді 3 ас қасық. Сонымен енді жақсылап араластырып біріктіретін боламыз. Описанияға толықтай қанша граммнан барлығын жазып кететін боламын. Сол жерден қарасаңыз болады. Ал енді араластырып болғаннан соң өзімізге керекті формаларды дайындаймыз. Менде бірінші форма ол кәдімгідей домалақ форма. Ал одан кейінгісі кәдімгідей мыжыма. Осылай қолымызға мыжып, жақсылап тығыз қылып ауасын шығарып тастаймыз. Сонымен енді тағы да тоңазытқышқа салсаңыз болады, немесе салмасаңыз да болады. Ал енді қалауымызша шоколадты ерітіп, үстінен осылай жағып шығамыз. Шоколадты водяной ваняда ерітеміз. Өзіміздің қалауымызша ары қарай әсемдейтін боламыз. Ал енді кішкене мұздатамыз тоңазытқышқа. Енді бірінші жасаған талқанымызды алып, формасынан шешіп аламыз. Міне өзінің формасын ұстап тұр. Мен бұл жерде жарты сағат уақытқа салдым тоңазытқышқа. Енді кесіп, асқа бере берсеңіз болады. Сонымен біздің өте оңай, дәмді болып шығатын джентіміз дайын. Міндетті түрде осы рецептімен дайындап көріңіз, сіздерге ұнайтынына сөзсіз сенімдімін. Ас болсын. Егер де видео рецепт ұнап жатса, менің парақшама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.